Қауіпті жүктерді тасымалдау ерекшеліктері. Теміржол жоғары қауіпті аймақ болып табылады. Қауіпті жүктер деп тасымалдау, тиеп түсіру, сақтау кезінде жарылуға, өртке немесе көлік құралдарының, қоймалардың, ғимараттар мен құрылғылардың зақымдануына себепші болатын, сонымен бірге адамдардың, жануарлардың улануына, өліміне, жарақаттануына әкеліп соғатын заттарды жатқызамыз. Қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде барлық қатысушылардан барынша назар аударуды, жауапкершілік пен біліктілік талап етіледі. Сондықтан да қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде білу қажет. Қауіпті жүктердің жүктемесін, қауіпті жүктердің ақпараттық белгілерін, тиеп түсіру жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шараларды, тасымалдау шарттары мен ерекшеліктерін, апат болған жағдайда, басқа да төтенше жағдайларда жасалатын іс-әрекеттері мен дәрігерге дейінгі бірінші көмек көрсету ережелерін. Қауіпті жүктер 9 классқа бөлінеді. Бірінші класс жарылғыш заттар, екінші класс қысылған газ, үшінші класс тез жанғыш сұйықтық, төртінші класс тез жанғыш қатты заттар, бесінші класс қышқыл заттар, алтыншы класс улы заттар, жетінші класс радиоактивті және жұқпалы заттар, сегізінші класс тот басу коррозиялық заттар, тоғызыншы класс басқа да қауіпті заттар. Теміржолмен тасымалдауға тек қана алфавиттік тізімде көрсетілген қауіпті жүктерді қабылдайды. Алфавиттік тізімде келесі мәліметтер көрсетіледі. ООН номері, жүктің аты, авариялық карточканың номері, жүктелу шифры, вагонның түрі, жөнелтудің түрі, қауіпсіздік белгісінің номері. Қауіпті жүктердің таңбалануы 2 бөліктен тұрады. Қауіптілік белгісінен және қауіптіліктің ақпараттық кестесінен. Бірінші бөлікте жүктің белгіленуі, жүктің техникалық атауы, қауіпті жүктің жүктемесі көрсетіледі. Екінші бөлікте шұғыл шараларды коды, негізгі және қосымша қауіптілігі, жүкпен жұмыс жасаушыларды қорғау белгісі көрсетіледі.